Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға бүгін коммуникативті құзыреттіліктегі тілдік бірліктердің жұмсалымдық қызмет ерекшеліктері атты видео дәріс ұсынылып отыр. Жалпы бүгінгі таңда тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенше айтуға жарау болып табылады. Және тілдің мұндай қызметтерінің барлығы мәтін бойында жинақталған. Бүгінгі таңда мәтінге байланысты бірнеше аспектілер қарастырылған. Сондай аспектілерге тоқталып кететін болсақ, бірінші аспект ол онтологиялық аспект, яғни бұл аспектіде мәтіннің өмір сүру формасы, оның мәртебесі және ауызекі сөйлеу тәсілінен айырмашылығы қарастырылады. Екінші аспект ол гносеологиялық аспект. Бұл аспектіде мәтіндегі объективтік шындықтың көрінуі және көркем мәтін жағдайындағы оның эстетикалық шындықтың нақты әлемдегі көрінісінің сипаты болып табылады. Үшінші аспект жеке лингвистикалық сипаттағы аспект, яғни бұл жерде мәтінді тілдік рәсімдеу сипаты қарастырылады. Төртінші аспект психологиялық аспект, қабылдау аспектісі болып саналады. Және соңғы бесінші аспект ол прагматикалық аспект, яғни бұнда мәтін авторының объективтік шындыққа және мазмұндық материалға деген қарым-қатынасының сипаты қарастырылады. Жалпы бүгінгі кезде коммуникацияның екі түрі негізделген, екі түрі сипатталған. Ол дискурс және мәтін. Егер мәтінді біз сөйлесімнің, сөйлеу әрекетінің жазбаша түрінде көрінісі деп тапсақ, дискурсты ол мәтіннің ауызша түрде сипат алған түрі деп қарастырамыз. Ендігі жерде мәтінге келетін болсақ, мәтін дегеніміз не? Мәтін бұл байласым, мәтін тұтасым, мәтін дегеніміз логикалық бірізділік, мағыналық аяқталғандық және грамматикалық тәртіптілікке негізделген әрекеттегі тіл болып табылады. Мәтін деп нені танимыз деген сұраққа назарларыңызды экранға бұрсаңыздар, мәтінге тән бірнеше белгілер берілген. Яғни бұлар өзара ұйымдасқан тілдік бірліктердің жиынтығынан тұрады. Қоршаған болмыс туралы аяқталған хабарды білдіреді. Мәтін адресант пен адресаттың арасында қатысымды жүзеге асырады. Байласым және тұтасым сипатын иеленеді және тақырыбы және аяқталу шегі болады. Келесі дискурс деп нені танимыз? Экранға назар бұрсаңыздар, дискурстың бұл жерде сипаттамасы берілген. Және дискурс дегеніміз оның мәтіннен айырмашылығы сөз актісінің жазудағы көрінісі болса, мәтін дегеніміз, ал дискурс қолданыстағы мәтін болып есептеледі. Және басқаша айтсақ, дискурс коммуникативтік қатысым процесс ретінде анықталса, мәтін оның жемісі болып табылады. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, мәтінді зерттеу бағыттары. Бұл жерде қатысым әрекеті бір-бірімен тығыз байланысып жатқан интро және экстралингвистикалық факторлар арқылы жүзеге асырылады. Оған мәтін тудырушы автор, адресант, яғни бейнеленетін болмыс және өзінің ойын жүзеге асыру үшін талғап сұрыптау нәтижесінде қолданған тілдік жүйесі жатады. Слайд сызбаға назар аударыңыздар. Егер слайд сызбадағы бағыттардың мән мағынасына тоқталып кететін болса, бірінші назарларыңызда автор қабылдаушыға бағытталған мәтінді шығарады. Бұл жерде 1, 2, 3. Келесі автор мәтінде көрініс табатын болмыстағы фактілерді, түрлі құбылыстарды, жағдайларды өзіндік әлемдік тілдік бейнесі арқылы саналы түрде бейнелейді. Бұл бірінші, төртінші және екінші сызба. Үшінші автор тілдік жүйе байлығының ішінен өзінің түпкі ойын жеткізіп мәтін мазмұнын ашатындай тілдік амал тәсілдерді сұрыптап алады. Бұл жерде 1, 5, 2. Келесі қабылдаушы мәтіннен ықпалды сезіне отырып автордың шығармашылық ойын түсінуге және соған бойлай енуге тырысады. Бұл жерде сызба 3, 2, 1. Және қабылдаушы тұтастай автордың әлемдік бейнесін елестетуге талпынады. 3, 2, 4, 1. Сондай-ақ оқырманның мәтінді түсіну, интерпретация әрекеті мәтіннің тілдік қолданыстарының, яғни лексикалық, грамматикалық, стилистикалық мағынасын ұғынып, ұғынбауымен байланысты жүзеге асады. Бұл жерде 3, 2, 5, 1. Міне көріп отырғанымыздай мәтін әрекеті күрделі қызмет атқаратын көп қырлы, көп компонентті, психологиялық әрі интеллектуалдық коммуникация. Келесі сызбаға, келесі слайдқа назар аударайық. Осыдан міне жаңаға жоғарыда айтылған теориядан
мәтінді зерттеудің бірнеше бағыттары келіп шығады. Назар аударсақ, бірінші бағыт ол лингвистикалық бағыт арқылы мәтіннің тілдік ұйымдасуы анықталады. Бұл жерде тіл және мәтін. Мәтін танымдық бағытта мәтін дербес құрылымдық мағыналық тұтасым ретінде қарастырылады. Үшінші, антропоцентристік бағыт бойынша автор, мәтін, оқырман қарым-қатынасы зерттеледі. Төртінші, танымдық, яғни когнитивтік бағытта. Бұл жерде автор, мәтін, болмыс арасындағы байланыс анықталады. Және лингвистикалық бағытта мәтіндегі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық бірліктердің қолданылуы сөз етіледі. Келесі мәтін байласымы. Жалпы мәтіннің басты белгісіне жоғарыда айтып кеткен болатынымыз байласым және тұтасым жатады. Байласым дегеніміз көлденеңнен, яғни бір сөйлем екіншісімен, ол үшінші сөйлеммен көлденеңнен байланысса, ал тұтасым тігінен айқындалатын белгілер арқылы жүзеге асады. Яғни мәтін бөліктерінде, мысалы, ол күрделі фразалық тұтасым болуы мүмкін, абзацта болуы мүмкін, бөлімде болуы мүмкін, тарауда қамтылатын мазмұнның бірімен екіншісімен байланысып жатуын жатқызамыз. Мәтіндегі байласымды жүзеге асырушы лексика-грамматикалық амал-тәсілдерге есімдік, тәуелдік жалғау, үстеу, шылау, қыстырма, синоним, антоним сөздер, етістіктің бірыңғай шақтылғасы, синтакстік параллельдік, түрлі қайталаулар, тағы басқаларды жатқызуға болады. Енді осы жерде есімдік мәтін байласымын жүзеге асыратын мәтін түсіндік қызметке ел тілдік амал-тәсілдердің бірі десек, осы есімдікке бір мысал келтіріп кетсек. Назарларыңызды экранға аударсаңыздар, бұл жерде Дулат Исабековтың шығармасынан үзінді берілген. Ол үзіндіні егер талдап өтетін болсақ, міне мәтінде салтанаттың ән салуы сипатталып отыр, және мәтіндегі мазмұн бір тақырып төңірегінде, яғни салтанаттың ән салу үстіндегі кейпі туралы өрбіген, және мәтіндегі үш сөйлем есімдіктердің қолданыс арқылы бір-бірімен эксплицитті байланысқан. Бірінші сөйлемдегі салтанат сөзінің орнына екінші және үшінші сөйлемдерде ілік септік тұлғалы оның есімдігі қолданылып отыр, асты сызылған. Өздік есімдігінің өзі жіктеу есімдігімен қабаттаса қолданылуы әңгіме болып отырған субъектіні онан сайын анықтауға қызмет етеді. Мәтіндегі бірінші және екінші сөйлемдердің арасында іргелес байланыс түрі орнаса, ал бірінші және үшінші сөйлемдер өзара алшақ байласым түрінде негізделген, және үш сөйлем әрі іргелес, әрі алшақ байланыстарға негізделіп күрделі бір тұтасымды түзеп тұр. Келесі сөздердің мағыналық топтарының мәтін түзімдік қызметі. Бұл жерде мәтіннің байласымы оның құрамындағы лексикалық бірліктердің мағыналық байланыстар негізінде де нығая түседі, және мәтін құрылымындағы синонимдес, антонимдес сөздерде ықпал ету қызметінің ойына жинақтай отырып, ерекше қызметте жұмсалады. Назарларыңызды тағы да экранға аударсақ, бұл жерде Мұхтар Әуезовтің шығармасынан үзінді берілген, және бұл жердегі мәтін құрамындағы сөйлемдер бір-бірімен мағынасы жағынан тығыз қарым-қатынасқа түскен, және бұл жерде назар аударып кететін жайт мәтіннің бірлігі етістіктің бірдей шақтық, жақтық тұлғалармен сөйлем құрылысының бірдей болып келуімен ерекшеленеді, және синонимдес сөздермен бір текке жататын түрлерінің қолданылуы арқылы да жүзеге асқан. Егер назар аударып қарасаңыздар, олар төрт түлік мал атаулары: қой, қозы, бұзау, құлын. Демек, мәтін байласымы мен тұтасымы қамтамасыз етуде лексикалық бірліктердің арасында орнайтын арнайы әртүрлі лексикалық семантикалық байланыстар ерекше қызмет атқарғанын көруге болады. Келесі слайдымыз мәтіннің композициялық сөйлеу формаларына мүшеленуі. Жалпы композициялық сөйлеу формалары дегеніміз мәтін құраушы негізгі бөлшектер болып табылады, және оған суреттеу мәтіні, әңгімелеу мәтіні және ой талқы мәтіндерін жатқызамыз. Әңгімелеу, суреттеу, ой талқы мәтіндері нақты шығармада бірнеше сөйлемнен тұрып, тұтас мәтіннің үзінділерін құрауы мүмкін. Енді композициялық сөйлеу формаларына мынадай белгілерді жатқызуға болады. Ол айрықша мағыналық категория болып табылады, және идеялық мағынаға және ол материалды таңбалардан тыс өмір сүре алмайды. Мәтіннің материалдық таңбалық сипаты оның сыртқы қабығы болып саналады, және композициялық сөйлеу формалары бұл тілдің емес, ойлаудың логикалық формасы, және композициялық сөйлеу формалары ойлау үдерісінің құрылымын, типін және ойлау бөлшектерін өзара және бір-бірімен байланыстыру тәсілдері мен жолдарын бейнелейтін форма болып табылады. Келесі кезекті әңгімелеу мәтініне берсек,
Әңгімелеу мәтіні бұл эпикалық үлгідегі прозаның негізгі баяндау формасы болып табылады. Және әңгімелеу мәтініне тән мынадай белгілерді көрсетуге болады. Мәтін басынан аяғына дейін бір-бірінен туып, ауысып отыратын әрекетке құрылады. Аяқталған түрінде негізінен кім, не, қайда, қашан, не болды деген сұрақтарға жауап береді. Және әңгімелеуге белгілі бір оқиға, жағдай негіз болып, оқиғаға құрылады. Енді осы әңгімелеу мәтініне тән белгілердің негізінде келесі бір мысалға назар аударсақ, және сол мысалды талдап өтсек. Алдарыңызда ұсынылып отырған слайдта Сәбит Мұқановтың шығармасынан үзінді берілген. Ол үзіндіні оқып қарап, ары қарай талдауына көшсек. Болып жатқан оқиғаның орны мен уақыты айтылған, көрсетілген, және оқиғаға қатысты тұлғалар туралы айтылған, оқиғаның қалай болып жатқандығы айтылады, және оқиғаның аяқталғандығы беріледі. Егер назар аударсаңыздар, мына жерде берілген үзінді 3 абзацтан, яғни күрделі фразалық тұтасымдардан құралған. Бұл мәтіннен әңгімелеу екенін бейнелейтін, белгілейтін мынадай композициялық белгілерді көрсетуге болады. Яғни тілегеннің басынан өткен оқиға, тілегеннің өлімі туралы оқиғаны баяндау, болып жатқан оқиға қыс мезгілінде болғаны, қалың орман ішінде өткені, оқиға тілегенге қатысты баяндалған, негізгі оқиға тілегеннің өлімі, және оқиға тілегеннің өлімімен аяқталады. Мәтін бірнеше абзацтан, күрделі синтакстік тұтастықтардан тұрғанмен, оларды бір ойға жинақтап, үйітіп отырған логикалық мағыналық тұтастықпен оның әңгімелеу түрінде баяндалу тілі. Келесі композициялық сөйлеу формаларының түрі ол суреттеу мәтіні. Әңгімелеу мәтініне қарағанда суреттеу мәтіні статикалы, мұнда оқиғаның әрекеттің өту болмысы негізгі мақсатқа айналмайды. Суреттеу мәтінде міндет болып табылатын сөз болып отырған құбылысқа тән сапа, белгілер және қасиеттер бейнеленеді. Және суреттеу мәтіндеріне мынадай тілдік белгілер тән болып келеді. Заттың, құбылыстың статикалық күйін білдіретін номинативтік заттық ұғым атаулары көп қолданылады. Заттың, құбылыстың статикалық күйін, қалпын, қасиет сапасы мен белгілерін білдіретін сандық сапалық сөздер белсенді қолданылады. Суреттеу мәтіні құрамындағы сөйлемдердің әрқайсысы суреттеліп отырған құбылыстың атауын қайталап отырады, немесе оны бөлшектер арқылы ауыстырып, нақтыланып суреттелуі де мүмкін. Және осылайша әр сөйлем құбылыс туралы сурет, оған тән белгілер арқылы дамытылып беріліп отырады. Суреттеу мәтініне тән мысалды талдап өтсек, бұл жерде де Сәбит Мұқановтың шығармасынан алынған үзінді келтірілген. Бұл жерде мәтін 3 абзацтан тұрады, көріп отырсаңыздар. Алғашқы абзацтың бірінші сөйлемі суреттелетін субъектінің кім екенін хабарлайды, яғни Әміржан туралы өрбиді мазмұн. Және ол атау мәнді суреттеу екенінен хабар беріп тұр, яғни тұтас композицияның кіріспе бөлігі қызметін атқарып тұр. Одан кейінгі сөйлем оның жалпы түр тұлғасы туралы хабар береді. Екінші абзац толығымен оның сырт киімін суреттеуге арналған. Қарап отырсаңыздар, қара шолақ көйлек, қара шалбар, бетінде жылтырағы бар қайыс белбеу деген сөздер арқылы суреттеу мәтіні жүзеге асқан және түр тұлғасы туралы хабар беретін лексикалық бөлшектер кеңінен пайдаланған. Соңғы абзац кейіпкердің сөйлеу мәнерімен өзіне ұстау жүріп тұруын суреттеп тұр. Осының барлығы жиылып келіп, Әміржан туралы ақпаратты толық жеткізіп, ортақ тақырыпты ашып тұрғанын көруге болады. Алғашқыда Әміржан кейінгі сөйлемдерді айтылмай, жасырын түрде оның сөзімен және өзі сөзімен ауыстырылған тақырыптың сабақтастығын бұл бөлшегі де айқын көрсетіп тұрғанын көруімізге болады. Келесі композициялық сөйлеу формаларының түрі ол ой талқы мәтіні. Ой талқының заттық мазмұнын белгілі бір мәселенің, тақырыптың, ойлаудың логикалық дамуы ізділігі құрайды. Әңгімелеу суреттеу мәтіндерінде егер оқырман не тыңдаушы идеяны аналитикалық жолмен мәтіннен тыс берілген мазмұн арқылы таныса, ой талқы мәтіндеріне негізгі ой алғашқы сөйлемдерден ақ дәлелді бола бастайды. Дәлел ретінде қандай да болмасын деректер, болжамдар, ой қорытындылары, тұжырымдар, мақал мәтелдер, қоғамда беделді адамдардың сөздері сияқты ойлар келтірілуі мүмкін. Және ой талқы мәтініне тән мынадай тілдік белгілерді атап өтуге болады. Негізгі тезис пен оның негізделетін екінші бөлігі бір-бірімен арнайы, себебі, сондықтан, осылайша,
осы бойынша осы негізге сүйене отырып тағы басқа сөздермен байланысады. Көркем шығармада ойталық мәтіні ондай белсенді қолданылмайды. Әйтсе де көркем мәтінде және ауызекі сөйлеу стилінде шылау сөздер түсіріліп жазыла алады және мәтін не себепті деген сұрақтарға жауап береді ойталық мәтінде. Енді осы ойталық мәтініне тән мысалды талдап өтсек, бұл жерде де Мұхтар Мағауиннің шығармасынан берілген үзінді келтірілген. Енді осы үзінді бойынша талдау жұмыстарын жүзеге асырсақ, мұндағы өздеріңіз көріп отырғандай мәтін құраушы композициялық бөліктер бір-бірінен қызмет етіп тұрғанын көруге болады. Сөйтіп ойдың ұтымды жеткізуіне өзек болған. Алғашқы сөйлем ой талқыға айналатын сөйлеушінің өмірден түйіп білгенін көрсетсе, негізгі бөлік оны түсіндіріп, соңғы бөлік қорытындылап тұр. Ой талқы мәтіндердің жасалуындағы басты ерекшелік те оның осы секілді композициялық құрылымда деуге болады. Және ол тұтастай келгенде неге деген сұраққа жауап беріп тұр. Сонымен суреттеу, әңгімелеу ой талқы мәтіндері бір-бірінен өзіне тән тілді, құрылымдық, композициялық ерекшеліктері арқылы ажыратылады. Келесі слайдқа назар аударсақ, мәтіннің актуалды мүшеленуі. Жалпы мәтінге тән басты белгілер тұтасым, байласым, жүйелік десек, актуалды мүшеленудің категориялары тема және рема болып табылады, және бұл мәтін жүйесінде қамтамасыз ететін ең негізгі әдіс тәсілдердің бірі. Матезиустың концепциясы бойынша тема бұл сөйлемдегі негіз, тірек, арқау болса, рема ол өзегі және түйіні болып хабарды жаңа негізгі мазмұнда бізге ұсыналады. Слайдта берілген мысалға назар аударсақ, бір күні қаладан Әміржан келді. Әміржан былтырғыдан да біртүрлі болып әдеміленіп кетіпті, кісі болып кетіпті, өзі өсіпті. Бұл жерде алғашқы сөйлемде әрекетті орындаушы субъект динамикалы, іс-қимылды орындаушы өзі болса, соңғы сөйлемде субъектінің қимыл емес, оның қандай екен айтылған. Осылайша үзіндінің алғашқы сөйлем әңгімелеу сипатында келеді, екіншісі суреттеуге ауысқан. Бұл екі сөйлемнің айырмашылығы олардың етістіктерінен көрініп тұр. Енді осы берілген мысалдың негізгі ақпараттық бөліктерін былайша көрсетуге болады. Слайдқа тағы бір мәрте назар аударыңыздар. Бір күні бұны біз темаға жатқызамыз бұл бөлшекті. Қаладан Әміржан келді. Бұл бөлшегіміз ремаға айналып, енді екінші сөйлемге назар аударсақ, Әміржан бірінші сөйлемдегі темада болған Әміржанымыз, ремада болған Әміржанымыз екінші сөйлемнің темасына айналады. Бір түрлі болып әдеміленіп кісі болып кетіпті. Ол сол сөйлемнің ремалық құрылымын құрап, және үшінші өзі темасы өсіпті, ремалық құрылымдық жағын ұстап тұрғанын көруге болады. Тағы бір мысалға назар аударсақ, бұл жерде де мәтіннің жасалуында сөйлемдердің коммуникативтік бір мақсатқа бірігуі маңызды болып табылады, және осы маңыздылыққа байланысты келесі мысалға назар аударсақ. Бастапқы әйелінен бала көрмеген Есеней 59-ға шығар жылы бір байдың Ұлпан атты жас қызына зорлықпен үйленеді. Намысы тапталған қыз Есенейдің ордасын ойран етуді мақсат қылып қояды. Бұл мақсатына Ұлпан жетеді. Бұл мысал Сәбит Мұқановтың шығармасынан алынған үзінді. Міне осы үзінді мәтіндегі әр сөйлем алдыңғы сөйлемдегі ақпаратты әрі қайталап, әрі толықтырып тұр. Егер назар аударып қарасаңыздар, біріншісі Ұлпан атты жас қыз, намысы тапталған қыз, бірінші сөйлем мен екінші сөйлемде ойран ету мақсаты, бұл мақсат, екінші сөйлем мен үшінші сөйлем. Және егер әр сөйлемді актуалды мүшелену терминдері бойынша белгілейтін болсақ, мәтіннің коммуникативтік дамуы мен құрылымдық ерекшелігі мынадай сипатталады. Слайдта формуласы берілген, назарларыңызды слайдқа аударып, темалық, ремалық бөліктерін ажырату процесін көруге болады. Қарап отырсақ, міне әр сөйлемнің ремалық бөлігінің өзінше ақпарат қосып жаңа мазмұнмен байытып тұрғанын көре аламыз. Осыдан келетін қорытынды мәтіннің темалық бөлігінде ақпарат қайталанып келесі сөйлемнің басталуына себеп болып тұрады. Және жалпы темалық, ремалық бөлік сөйлемнің мазмұндық, құрылымдық жағын құраушы негізгі ақпараттық та мазмұндық бөлшектері болып табылатынына көз жеткізуге болады. Және темалық және ремалық бөліктерін анықтау
мәтінді құраушы семантикалық синтаксистік бірліктерді қолданымдық мақсатта бір тақырып айналасында мағыналық және құрылымдық жағынан ұйымдасуына септігін тигізетін мүмкіншіліктері мен механизмдерін, технологиясын зерттеуге жол ашуға түрткі болатын тағы да бір теориялық негіздеме. Құрметті тыңдаушылар, сіздердің назарларыңызға ұсынылған коммуникативті құзыреттіліктегі тілдік бірліктердің жұмсалымдық қызмет ерекшеліктері атты бейне дәріс осымен өз мәресіне жетті. Баршаларыңызға түсінікті және өте мазмұнды болды деген ойдамын. Алдағы уақытта мәтін тануда, мәтін теориясында, мәтін мен дискурстың арасындағы ерекшеліктерді негіздеуде, сипаттауда, оларға зерттеу жұмыстарын жасауда осы алдарыңызға ұсынылған бейне дәрістегі берілген материалдар, теориялық негіздемелер өз септігін тигізеді деген ойдамын. Сау болыңыздар.